Ал Зухра екеуміз кештетіп Назымдаға келе жатырмыз. Пакет, цыган болып. Зухра розовый мен красный, короче. Заттарымызды алып. Барлығы сағат 7-ге баған ғой. Біз 9-да кеттіміз, яумай. Қызық болды. Екеуі маған осыдан 1,5 сағат бұрын міне 10 минутта келесіз деген. Мынақта бізге үлкен қонақ келді. Ал 2 сағат кешігіп келсек те, негіз айтады ғой, шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады. Біз деген төрде отырмыз ғой, төрде. Жаным, ниетіге рахмет. Мына қыздың қонысына қош келдік. Осындай үлкен шаңырақты болып жатыр екен. Медикайдың несібесі бала-шағасының керемет қонысын құтты болсын. Аумин, рахмет. Бұйырса сендердің аттарыңнан қалысқа. Иә, келесің бұйырса. Көрші боламыз. Иә, жақын жерде, кстати. Новый апорт жақта тұрады екен, Назым. И бізде Ошаға көшіп келе жатыр. Бізде сәл 10 минуттық жерде, осыған жақын бірақ. И қасымызда кімдер бар? Бота бүгін қызыл түсте цветная вечеринка. Қараңыздар, Розаны қарасаңыздар бастағы. От души дайындалып қой. Нона көк түсте бүгін. Иә. На 2 жұп сұр түсте, Нучо мен Айжан балаларына бәрі сері болып келіп апты міне, әдем болып. Айза сары түсте. Сарыны көрсетсе сен сарыны. Бала-шағасыз бүгін. Да, одна. Молодец. Жетінші үйдегі адамдар толып келген ғой. Сонымен ұйықтамай азанда өйсіп тамақ жатыр. Иә? Сторис саған ғой. Бағана мен кеше сторис саған ғой. Ешқандай қонақсыз өзім отырып ектейміз. Туа көзім ашты. Терезеге тас лақтырып тұр ғой. Біз сіз қалай ет жеп жатсыңдар деп. Сонымен мен жегдім осылай. Қазы білән. Қалай? Зор олды. Мен тамағымды 1-ден 10-ға дейін етіңізші. 1-ден 10-ға дейін бағалаңызшы. 11. Ұнай ма? Аз болсын. Біз ауылға аман-есен жеттік. Қазір үйдеміз. Шай тамамызды ішіп алдық. Қазір бала-шаға аңсар ой, рахат сестренкам жолдан аулаған болатын. Туған сестренкамды. Сонымен қазір аңсар қарап, балалармен ойнап, күшті болатыр менде. Енді үйреніп жатыр, кішкене жатырқап тұрған енді. Қарап қойыңыз еңше. Жыламаңыз. Мына жақта Фатима. Бірінші қызы Зухра жеңше. Фатима қарап қойшы. Менің сестренкам, мен жаным өсіп қалған. Бұл қызға мен қараған негізінде вообще-то. Өзім өсіргем. Төле ғой, менің жоным. Негізі ойнап жатқан, жылап жатқан жоқ екен. Кел. Жоқ, қайтадан түсіру деген болмайды, сен үйреніңіздер осылай. Жани кош бар мына жақтарына. Дөд, папасын іздеп. Нормально үйренді. Міне, жұлдыз менің сестренкам. Сайма маған, мен туған сестренкам. Болды, мына жылап кетті. Бір сторис дейміз. Молодец, міне маған видеоларын көрсетіп жатыр. Жани кош бар мына жақта. Іш пыспайды, шу болып жатырмыз. Қазір женше манты істеп жатыр. Ой, кешке манты жейміздер. Далаға шықтық. Негізі күн қатты салқын емес, мен өзім қалың киініп алдым. Кішкене температура тиіп жүрген кейін. Дәрім ішіп алма, қайттым деп деп. Мына жақта міне біздің бұрын негізі мүлдем басқа еді. Қазір мына жақта енді бұйырса жақында құдалық қойып, соған дайындық. Акселер шақырып, полный дұрыстап жатыр мына жақта. Мына жақта бұрын қорал, ой, не болады? Ошақтан деп айтамыз ғой. Ошақтан деген типа андай қазан, ошақ тұрады ше. Летник деген сияқты ғой. Гараж болатын, машина қоятын. Соның бәрін ұзып, в общем, иә, мына жақта мына баня. Ой, баня. Неше түрлі естеліктер. 2 бау өтті бізде, мына общий болып кетті қазір. Мына қора. Кеше қораны да бұзасын бересіз қора. В общем, жаңартылып жатыр, не керек? Міне, осы үй біздің үлкен үй. Осы жақта өсті, мына жақта апа гүлдер егіп қойып, нәптенше де егіп жатыр екен. Получается. Міне. Бір қолмен түсірген ыңғайсыз болып бар ғой.
Мен жіберген мультфильмдердің барлығы өте қауіпті, адамды діннен шығарып жіберетіндей мағынаға ие. Мәселен, ол жердегі фразалар «Алла шошқа» деп Алланы мазақ етумен тең, барлығы мидың шіруі деген хэштегпен таралып жатыр. Ол жалпы үлкен саяси насихат жұмыстарын жүргізіп жатқан дүние, саяси пропаганда. Ол жерде «Мен Палестинадағы балаларды өлтірем» деген фразалар бар, түрлі қорқынышты мемдер негізінде. Ал көп адам оны тиктоктан дыбысын естіп, оны трендке айналдырып жатыр. Сондықтан мүлдем бұндай дүниелерді түсірмеңіздер. Ол өте қауіпті, зиян, дінге қайшы дүние. Осыны біліп жүріңіздер. Және бұл тұрғыда Дина Төлепбергеннің өте керемет видеоролигі де бар, парақшасында бірінші болып көрсетіліп тұр. Мүлдем қарамаңыздар, көрмеңіздер, балаларыңызға көрсетпеңіздер. Ата-аналарға қазіргі таңда өте қиын. Неге? Өйткені алда 3 айлық демалыс. 3 айда балаларды 100% бақылауда ұстау мүмкін емес. Ұялы телефон бермеу тағы мүмкін емес. Бәрібір айласын амалын тауып, сол ұялы телефонға, сол тиктокқа кіреді, көреді. Ал менің жақсы альтернативті нұсқам бар. Яғни сол уақытты, яғни телефон ұстайтын уақытты өте тиімді пайдалану, дұрыс нәрсе көру, ол бәрібірде ата-ананың мойнындағы жауапкершілік. Сондықтан қазіргі таңда Қазақстанда 80 таза ағылшын тілінде мультфильмі бар. Қосымшаны ұсынып жүрміз. Жүктеп алды, қорланға. Менде негізінде қаланың барлық дүниелеріне өзімде доступ бар. Оны туғандарыма берем, жақындарыма берем. Қолдансын, көрсін деп, өйткені расымен де пайдалы. Сол үшін балаңыз не көреді, қандай дүниені барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін мына жаққа видео түсіруге келгенбіз. Скоро бір кісілердің туған күні, соған съемка жасап жатыр мына жақта. Диас деген кісінің. Сонымен қазір бір подругам келеді. Сонымен коллаборация түсіретін боламыз. Ол кісімен алғаш рет түсірейін деп тұрмын. Әлі ол кісімен видео көрмедіңіздер. Кім екенін қазір біраздан кейін білетін боласыздар. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Міне үйіміз қалай көрініп тұр, қараңыздаршы, жолдың бойынан әдемі көрініп тұр. Мен келіп жұмыстарды аяқтағанда енді кішкене көмектесіп қайтып кетіп бара жатырмын. Неге десеңіздер, бүгін бізде той, кешке жақын тойымыз бар. В общем, террасаны құйып біттік, енді бүгін жігіттер лестницасын істеп жатыр. Үйдің, яғни үйге кіретін лестницаны реттейміз. Сонымен ертең террасаны ішін толтырып, бетіне монолит құямыз, Алла қаласа. Сол осындай жұмыстар болып тұр қазірге. Одан кейін бізде стяжканың жұмыстары басталады. Сосын уже ақырындап үйдің ішіне кірісетін боламыз. Сол Аллаға шүкір әйтеуір өзі жаймен өз орнына келе жатыр. Алла қаласа биыл сол үйді бітіретін шығармыз иншалла. Бәрі Алланың қалауымен әрине. Сол аман болайық достар. Достар, біз түнгі Дубайдың қаланы аралап жүрміз. Түнгі вакансиялардан өте керемет. Бірақ бірін осы страшно күн ыстық енді. Күндіз болсын, түн болсын, погода бірдей ғой. Осындай. Будущий музей. Есть думаете свои, а так білмейсің ғой өзіңші. Вот біздің лично өзімнің завтрагым ошым. После тренировки, короче, ашпын. После тренировки ашпын. В общем, Шымкентке аман-есен жеттік. Мен дальше Таразға. А мен жандарым Қасқасуға кетіп такси салып жібердім. Мен ертең барамын. Төркінге жібердім. Төркінге мен сіз кетіп барадым енді. Давай, жол болсын. Аман-есен апарып тастаңыз, давайте, аға. Давай. Жақсы. Иә. Пока жан, пока жөнім. Мен Таразға барып келем, ертең Құдай қаласа. Содан қайтадан Қасқасуға барамын. Ал келді, қараңыздар, не деген дайындық мынау. Қоныс той қуанышымызды бөліскеніңіз үшін рахмет дейді. Оқасы жоқ Назым. Назымнан учебет Айжан. Ертеге бапсыңдар уақыты. Назымның қызым. Ашқарақтан өліп қалуы бар. Осы Айжан ішінде анаконда кірген ба? Мен демес? Сенгі Не нау?